Тобыңыздың оқу үлгерімін көру үшін мәзір батырмасын басып мониторингті таңдайсыз. Мониторинг парақшасында үлгерімі көзін басасыз. Ашылған парақшада оқыту түрін таңдайсыз, яғни модульді оқыту түрі. Бұл жерде өзіңіздің тобыңызды таңдайсыз және қай күнгі уақытта сізге ақпарат керегін таңдайсыз. Қазіргі уақытта екінші жартыжылдықты осы күнге дейін таңдаймыз. Енді қорытынды түрі оқу нәтижесі. Және де ары қарай қолдану батырмасын басасыз. Астыға түссеңіз, көрсетілген тобыңыздың барлық пәннен орташа үлгерім балы көрсетілген. Бұл ақпаратты жүктеп алуға да болады, ол үшін экспорттау батырмасын басып, загрузки папкасына келіп сақталады.